мен жостық таптым ақшаға. Примерно қанша? 4 сағаттан барып тұрады да, үйренші болады. Кейбір блогерлер бар да, уақыты бар, бірақ уақыты жоқ қылып көрсетіп тастайды да полностью. Кейде автобусқа төлейтін ақша жоқ. Дато мен қарыз болып қалмайын деп SMS-пен жазып алатын болдым. Мен осы күнге дейін вообще адамның ақшасы жүрген жоқпын емес пе? Мен 16 жасымда аптасына 200-300 мың теңге табатын болдым. Бір нан бар, иә? Осыдан 1 жыл бұрын ба? 9 ай бұрын, 9 ай бұрын. Сол майды аламын да, жағамда, иә? Бір тістеймін, холодильник салып қоямын. Ана үшін 7 мың теңге бар ма деймін, короче. Балам дейді, ол прикинь. Балам дейді. Сенесің бе, бар ғой, үйде теңге жоқ дейді, білесіз бе? Сен бұрынғы ноутбугың бар ғой дейді, соны бір балаға сатуға 10 мың теңге кетіп батырмын дейді. Прикинь, маған өмірінде бір-ақ рет айтты тек қана. Аяғы ауыр, иә? Жаным мен қарным ашты дейді. Өте ауыр әңгіме кетіп жатыр да ана жерде. Осы телефонды қоямын да, короче, осылай. Но бір қарайсың, айналаңда бәрі андай машиналар бар, бәрі қимырлап жатыр, бірдемеге жетістікке жетіп жатыр да. А неге мен, короче, мен қай жерім кем, сондай нәрсе түсін ба? Әзірге бастағанша әңгіме соғып тұрды. Иә. Қашан вообще этот идея қайдан келді сізге осы идея? Вообще просто ютубқа ма? Иә, ютубқа. Ютубқа негізі біз басында бізде тікенек дейтін канал болған. Біз сонда игровой нелер салып жүргенбіз. Бірге отырып бәріміз командамен ойнайтынбыз. Потом жеке-жеке андай не басталған, челлендж басталған бізде. Ең соңында осы текемет каналымен мен қалдым. Қалған бәрі ешқайсысы жұмыс істеп жатқан жоқ. Негізі бұл проект қашан 2021-де, жоқ 21-дің соңы, 22-дің шамаларында басталды. Иә, альхамдулилля, көрініп тұр ғой, өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көретін адам өзінің жұмысын жақсы көрген кезде действительно ол кетеді да. Жаңағыдай болды мен қасымда қаншама адамдар. Иә, 30 күнде тоже байға істейік, давай бірге істейік, көрейік деп айтасың ғой. Соңында бір-бірімізге сыйлық береміз немесе просто так өзіміз көрейік 30 күн бойы. Салып. Давай жыртамыз деп. Бәрі жанып тұрады басында. Мотивация дейтін андай нәрсе ғой. 1,5 күндік нәрсе ғой. Альхамдулилля, қазір мен сол үйде бір тақтай бар, соны жазып қоямын. 30 күн бойы, кеше алдың күні жазып қоямын. 30 күн бойы тоқтамаса контент тұрамын деп. Альхамдулилля, уже 3-ші күн ба? Оның алдында уже тоқтамай түсіріп жатырмыз. Бүгін тоже түсіріп бірдеңе істеп жатырмыз. Есіңіз айтуғанда танысқанға өте қуаныштымын. Бүгін таныстық, бүгін съемка. Ондай нәрсе жоқ па? Нормально бәрі. Қазақ болғаннан кейін араласып тұрамыз ғой бәрі үшін. Иә, негізі менде нені істеген жоқ, менде потом пландайтын болармын, келіспейтін болар. Еще менде отказға дайын болдым да, отказ берсін, ладно, не страшно. Хайыр деген сияқты. Ең басында нәрсе айта кетейін, тоже. Андай нәрсе болады, короче. Страх болады да. Страх болған нәрсе. Бір кішкентай бір нәрсе бастайсың ғой, иә? Сен өзің ағайындарыңа айтасың ғой. Отказ беріп білесің ба? Қай істейсің, не істейсің, апарат 3 миллион, 5 миллион апарат, не істейсің, андай қылып дейді да, например, саншы. Сен отказдан 2 күннен кейін сынып қалуы мүмкінсің, сен білесің ба? Сондай нәрсе қорқынышты. Жастар болсын, үлкен кісілер болсын, өзің жаңағыдай қазірден бастап есін жиып, бірден бастап кетейін бизнес болса да, бір кішкентай клубника в шоколаде істейтін болса да, білесіз ба, соған бір құттай поддержка беретін болса, ол кетіп қалады ары қарай, емес па? А если менен отказ алатын болса, менен кейінгі блогерлерден тағы отказ алатын болса, ол кісі сынып қалуы мүмкін, түсіндіресіз ба? Білмейміз, текемет не нәрсе түсіреміз, пример, түсіндіресіз ба? Айттыңыз, альхамдулилля, жақсы, без проблем. Андай танымайтын біреулер ауызша шақырып бара саламыз. Сондай нәрсе да, родной, потому что андай не істеп қалмау керек, андай. Ол ұят болып отырады, емес па? Айта деген нәрсе андай болады да, блогерлер, кейбір блогерлер бар да, уақыты бар, бірақ уақыты жоқ қылып көрсетіп тастайды да полностью. Ол чуть-чуть көмектесу керек болады иногда. Көмектесеміз ғой, Алла қаласа, и соған қарай өзі халықтың өзі жақсы көреді, халықтың өзі сыйлайды, халық болсын давай дегеннен кейін копить етесің ғой өзінде ше. Вариант жоқ сенде, басқа бар ғой. Сені көріп жүргеніме примерно мен бұрындары тиктоктан көрдім. Краш-тим кезінде ма? Краш-тим кезінде, команда болған кезде. Команда болған кезде, сол кезде тиктоктан көріп жүрдім, бірақ та не подписан бол. Осы жағына сағат сатып, очки сатып, тағы нәрселер сатып бастаған кезден бастап, саған подписан көріп жүрдім. Басында блогер ретінде көрдім сені. И потом бір-екі рет амандасқым келді, бірақ та асығыс болмай кетіп қалдым, содан кейін көрген жоқпын. И сосын мен ойымда сен жатталып қалдың уже, айтуған, не істеу керек. И сосын бір күні братишкам не істеп, Каспи бастап жүр жайлап. Айттым, істеші бір нәрсе істедіп. Сосын ол Каспиді алып кетті де, не сатам мен дейді. Бір күн алдында айтуғаннан курс сатып алшы едім. Уже ол кезде сен не істеп жатсың? Мэрстон етіп жатсың. Мэрстон етіп жатсың. Сол кезде айттым, как раз ол Мэрстон етіп жатыр, 45 мың теңге курсы, 45 мың не жалко, негізі пайда сатып алсың, без проблем. Ладно, ұтылсаң да 45 мың теңге особо қатты бір шығын емес сатып ал дедім.
И потом же мен сливать етіп бастады кішкене. Мен что-то маған сағат ұнамайды, очки менің вкусымда емес деген нәрсе сөздері басталды. Содан кейін ладно, хорошо дедім да, қоя салдым, кәсіппен айналыса бер дедім. Бірақ та адамдар негізі бар ғой, мүмкіншіліктен неге қашады бар ғой. Қараңыздар, мен ең бірінші курс сатпастан бұрын бар ғой, екі адамды тегін оқыттым. Вообще курсты менде 0 болатын, білесіз ба? Опыт деген нәрсе жоқ. Я? Мен білесіз ба, Аллах тағала көріп тұр аспанда, ең бірінші мендегі мақсат, мен көтеріп жатырмын ғой, мен жостық таптым ақшаларына. Мен саған айтайын, бар ғой. Примерно қанша? Ойлашы, примерно айтпай қойын саған қанша екенін. Не ма? Видео кетіп қалды, басқа бір бізбен көріп қалып жүр, Құдай сақтасын. Бір күнде, саған көтер айтпай қойын арнайым. Былай айтайын саған. 4 сағаттың ішінде Каспи 0 болады. Каспи болды, 4 сағаттан кейін миллион теңге шешіп алып тұрдым мен. То есть әйелім 4 сағаттан кейін барып тұрады да, миллион шешіп алады. Бірақ бір комнатада тұрамыз, вообще андай. Менде андай нәрсе жоқ та, страх жоқ та, короче. Қазір әңгімеге қайта ораламыз, страх жоқ та, типа кішкентай кезімізде үйсіз болдық қой, базар жоқ. Бәріміз 11 мың теңге үй жырлап тұрды, әке-шешеміз, емес па? Қиын болды. Анам интернатта пол жуатын болып жұмыс жасайды. Ойлашы, кезінде пол жуатын болып жұмыс жасады да, и мен школдан шығамын, 6 оқимын, сол полды 3 этаж болса, мына жақта лестница бар, и мына жақта лестница бар. Ағаш пол болды, білесің ба? Ана мен сыныпта, то есть қатарлас балдар жүгіріп өткізді осылай, а мен пол жуып отырамын. Ма вообще по барабану болды, білесіз ба? Не болып жатыр бар ғой? Мен анама көмектессем болды, білесіз ба? Андай нәрсе жоқ та, страх. Мен енді ақша жиналып қалды, например. Ну, примерно, например, бір 10 күнде 28 миллион жиналып қалды дейші. Біз шетелге шығып келетін болдық, анда мұнда барып келемін да, андай көлік аламын, ауыстырамын, сөйтем бар, емес па? И, например, 15 күнде бір 28 миллиондай таптық десек, үй алып тастайтын возможность болып тұрады да. Ондай нәрсе салмаймын мен. Ал берсе ертең жақында, бір қазір мен үйде бір 600 мың теңге бар. Болды. Бүкіл қаражаттың барлығын бір жерге салып қойдым, ертең күзде бұу дейтіндей болады, иншалла, емес па? Андай нәрсені қорықпаймыз да? Риск дейтін заттан емес па? Енді бұның барлығы қалай басталып кетті? Айтып жатқан нәрсем, ақша тауып жатқан кезде мен даже үлгере алмай тұрмын. Барлығы 1 штук сағаттан басталды. 1 штук сағаттан басталды. Біздің үйде әйеліміз екеуміз, Аллахи айтайын болған емес па? Бүкіл жастар ғой. Аллахи дейтін нәрсе ол. Сену керексің да, сен ол нәрсеге. Сенбесең, өзіңе күнә болып қалуы мүмкін да. Мен айтып отырмын саған Аллахи деп Аллахтың атымен ант етіп отырмын, например. Сенбейтін болсаң, қате болады да ол. Түсіндіріш патолог нәрсені мен сізге айтып беріп отырмын да. Ар шындықта әйелім аяғы ауыр, 5-ші ай ма, 4-ші жарым ай ма, сондай, короче. Ну, мен баламға ертең 5 ай болады. 5 ай болады. Біз кәсіпті бастағанымызда, брат, 9 ай ма примерно болып қалды, білесің ма? 9 ай болды. Бірақ осындай адамды ұстап қалу өзінің, ол бұрыннан кеткен нәрсе. Бұрын бұндай нәрсе мен өтіп кеткен просто бір рет. Түсіндіңіз ба? Екінші возможностьты мен ұстап қалып тұрмын Аллахтың қалауымен. Тоже сіз сияқты ғой, өзіңнің ісіңді табасың, жақсы көретін, и соған кіресің. Жақсы ояқтан ақша шықпаса да, білесіз бе? Түбінде сен өзіңді шыңдап, басқа бір салаға барған кезде сен ояқтан теңге суырып ала аласың. Біздің барлығымыз өмір сүріп жатқан нәрсе ол ақша табу, дұрыс па? Сен жақсы ақша табатын болсаң, халал түрде. Сен рахат, мен сен айтайын бар ғой. Егер халал түрде адал ас, ол керемет. Тақырыптан ауытқымай қойық. Жаңағыдай үйге келем, ақша менде мүлдем жоқ. Блогерсің, автобуспен жүресің, метромен жүресің. Кейде автобусқа төлейтін ақша жоқ. Датау мен қарыз болып қалмайын деп, емес пе? Автобусқа қарыз болып қалмайын деп, SMS-пен жазып алатын болдым. 79, 65, 30 дегенде тұрады ғой жерде. Соны жазып аламын да, потом ақша болған кезде саламын деп прикинь. Аллахи, ақша болған кезде салып тұратын болдым соларды. 80 теңгесін жіберіп тұрамын. Бір автобусқа отырамын да, 3 автобустың қарызын жүріп отырамын. Прикинь. Осыдан 9 ай бұрын, ойлашы, 9 ай бұрын осыдан үйге келем. Датау андай ғой. Датау андай уже. Мен осы күнге дейін вообще адамның ақша жүрген жоқпын, емес пе? Мен 16 жасымда аптасына 200-300 мың теңге табатын болдым. Bir неде Пипирупро дейтін 16 жасында 15-тен 16-ға кетіп қалдым. 26-дасыз да? 26-та міне. 10 жыл бұрын ғой. 10 жыл бұрын мен өзімнің ағамның ақша ол примерно нормаль ақша ұрады. Нормаль ақша ол. Қараңыз, мен өзімнің ағамның құдалығын істеп бердім. Тойын істеп бердім. Керемет деген заведение бар ғой, Атыраудағы. Просто так істеп бере салдық. 16-тамын, түсіндірсіз ба? Үйіміздің жартысын салып бітіге алған кезде, жартысын салып бітірдік Аллахтың қалауымен. Андай нәрсе айтайын, не дедім мен? Үйге келем, короче. Үйге келем, осы 9 ай бұрын үйге келем,
әйелім аяғы ауыр, короче, үйде көп нәрсе жоқ жейтін. Короче, почти емес айтайын бұрын, бір нан бар, холодильникте май тұр, короче, емес па? Осыдан 1 жыл бұрын ба? 9 ай бұрын, 9 ай бұрын. Сол майды аламын да, жағамда, бір тістеймін, холодильник салып қоямын. Салафан бар ғой, орам, салып қоямын. Әйелім қасында жатамын, короче, емес па, болды. Осыны жаңа қарным ашты дейді, короче, емес па? Барамын да, ала кепер, оны жейміз екеуміз. Бірке маған өмірінде бір-ақ рет айтты тек қана. Аяғы ауыр, жан мен қарным ашты дейді. Біркейін. Төмендегі турт магазин болса, Тенгри, Айкөркем, жаңағыдай бір өзбек бауырымыз тұратын бір овощной болатын болса да, төртеуіне қарызбын мен, прикинь. 4,5 мың, 5 мың, 2,300 мың теңге қарызбын, бүкіл баруға бет жоқ. Әйелім аяғы ауыр, короче, қарны ашып кеткен, короче, именно патологқа ойлайсың, не істеп жүрмін, не барам ше. Просто өмірге келін маған да не істеп кеттің сен деген сияқты нәрсе болады, любой адам отырғандай ол. И не бай емессің, не қатты кедей емессің, әке-шешең атырауда не істеп жүрмін деген әңгіме ғой, түсіндің ба? Сондай бір қатты ой келді, короче. Өмірден өзіңнен шығып кетесің де, короче, ғой. Екі адам тұрды, әйелің өзің қалып, қарап тұрсың да, короче, не істеп жатсың деп ойлайсың. Сен болашағың бар ма деген сияқты не істеп жатсың, айтуған сен что ты делаешь Алматыда, сен. Екі күннен кейін не болады? Геннадий Головкиннің бойы болады кіммен? Димаш әнұр айтатын ба? Иә. Қашан болды, примерно 9 ай бұрын, 8 ай бұрын, неше болды? Не помню датасын, но бірақ та болды. 19-ы ма, сондай болды, 18-ы ма бірдеме болды. Екі күннен кейін үйдің ақшасын төлеу керек 25 мың теңге. Квартплата келіп тұр. Еще қарыз аяқта. Қарыз жетіп отыр. Доспалдарыма да қарызбын, короче, жүресіз ба? Түсіндің ба? Полный қарызбын, короче. Ана әйелім қарны ашып қалмасын, өзім қарны ашып қалмайын деп. Ана 2-3 теңге ақы. Прикинь, ойлашы, сондай нәрсе болып қалды, түсіндің ба? Сосын мамадан ақша сұрап бастап кеттім, короче. Мама бар ма? 1700 теңге морковь алып тұрмын, мына жерде картошка алып тұр едім деп білесіз ба, прикинь. Ойлашы. Кекс клубқа бардым. Таңертең кешке дейін оллахи айтайын саған, ана ана нәрсе мен айтайын, сен бар ғой. Түңілдір жері ме? Бір қатты бір просто бір кейбір жас балдар бар ғой. Білесің ғой бір. Деп жүретін жас балдар бар, білесің ғой. Барып қайтшы, ана жаққа десең барып қайтатын болғандай, өзінің бір қатты бір талпынысы жоқ балдар болатын мүмкін сынып қалуы мүмкін, білесіз бе? Кекс клуб сол кезде Асхат Абумухаммад деген кісі мощный прям көмектесті. Сол кезде салам бро, суши жаңағыдай барлығы не болды да, батыл болды, короче, емес па? Отқаны миллион теңге беремін. Который салам бро, чекпен жарысқан. Чекпен жарысқан. Сол кезде таңертең шығып кетемін, кешке дейін кола сатам ғой, блок сатам, что чек шығару үшін, емес па? Арбатқа шығып, кола сатам, каждый адам барып 300 теңге сататын болдым, біркен подписчик ең азы мен болдым ол кезде, емес? Подписчигі охват мен ең азы мен болдым. Еще суши ең азы болды. Ең аз, короче. Оны ешкім танымайды әлі, емес па? Екінші орын алдым Аллахтың қалауымен. 300 мың теңге алдым. 300 мың теңге алдым ғой. Есентай молдан берді ғой бізге 300 мың теңге. Есік алдына шығамын, мама телефон соғып, мама, кәсіби болды арестте менде. Мама, осындай кісілер қарыздан беріп таяқшы, біркейін. Үйге 4 мың теңгемен келемін ғой. Сонда мен қатты қуанып кеттім, біркейін. 4 мың теңгеге менде мида андай ғой. 2 автобуспен келесің еще Есентайдан Алмасет жаққа. 4 мың теңге ем, ананы алсам, анау дейтін. Уже андай ғой, түсіндің ба? Жұмыртқа андай қазір 4 мың теңге горилла дейтін нәрсе алмайсың, родной, керек емес уже саған. Керек емес, вообще, қуасың ба сен, керек емес. Макарон, ішіне ана көп болу керек, түсіндің ба? Ана жақта жету керек, 3-4 күнге, түсіндің ба, что выживать ету үшін деген нәрсе, түсіндің ба? Сондай нәрсе, короче, қатты өтіп кеттім бар, арқамда просто андай, ана есім түсіп кетті, көтеріп, 3 блоктап көтеріп барған, түсіндің ба? Қанша ғана қарайып барып, жалынып, андай болды да, не істеу үшін сен деген мужиктер болды да. Что ты, иди работай деп бар ғой. Бүйтіп барып бірісін соғаласыз ба деп барғандай түсіндіріп. И сол мен Аллахтың қалауымен сатып жүрген, кола сатып жүрдім ғой, светофордан өтіп жатқан кезде бір ерлі-зайыпты саттым. Алып қалыңыздар, чекті сохраните, пожалуйста деп. Чекті сохранили они, миллион теңге толды ғой. Просто миллион теңге толды, родной, прикинь. Менің адамым толды, прикинь. Сол андай 8-9 блогердің арасынан. Айтатын нәрсе көп просто есім түсіп кетті, не емес па? Шығып кетесің, жасың 24-те родной, емес, түсіндің ба? Блогерлеген атағың бар, жаңағыдай кезінде жүргенің бар, жаңағыдай қыдырған бәрі таниды, сен сен кола сатып жүрсің, жаңағыдай арқанды көрсең, ауырлықта береді да, түсіндің ба? Андай бар ғой, ауырлық сен кетіп батырасың, еш сен метро жауып қалмаса екен деп метроға қарай жүгіресің, үй жаққа жетіп аласың бар ғой, түсіндің ба? Сондай бір қиын моменттерден, қатты моменттерден Аллах тағала жестко сынады. Сөйтіп бір Есентайда жүрген кезде бір бұрында бір сатқан сағатым бар еді, Rolex деген сағат бұл, әрине люкс копия ғой ол кезде.
люкс копия болды, короче. Сапасы жақсы болды да, мен заттарды, например, мен очки киіп жүрмін қазір. Оны бүкіл Қазақстан сатып кетті қазір емес па? Өзің білетін шығарсың. Мен Турцияға барып келдім, не алып келдім, бүкіл сатып кетті, короче. Блогер керек па, не блогер керек па? Бәрі сатып отыр қазір. Бәрі сатып кетті. Именно мен не сатам, Аллахтан соны сатып отыр да. Просто айтатын нәрсе, сапасын мен жеткізу керек та, оның оның еңбегі бар, оны ана жақта мына қайда алып кетті, еңбегі бар, түсіндірсіз, оны реклама жасау керек деген сияқты көп нәрсе. Жаңа тақырыптан ауытқымайық. Сөйтіп үйге келеміз, сөйтіп жүріп бір бала кезінде бір 15 мың теңгеге сатқан ғой ол сағатты. Аммада сатады, короче. Атыраудың баласы аммада сат. Қарасам сағатты тағып тұр да қолына. Прикинь, ана әдемі, действительно, прикинь. Если қойды қолына ұстап қарасам, ана сағат қолдың терлейді ғой. Терлеген кезде ана сағаттың материалы енетте, жоқ, енетте, ана сағат медицинский бір нелер болады, пышақтар болады, жұмсақ. Сондай болып қалады, прикинь. Қолын ұстап тұрмын, короче, прикинь, ана жұмсақ ана бар ғой. Миыма тух дейді, короче. Мен білем ғой себестоимость қанша екенін. Бір 2-3 күн ойлап жүремін де складқа барам, сөйтемде көріп тұрмын ананы, білесіз ба? Допустим, 7 мың теңге тұрады дейші, өзінің бағасы. 7 мың теңге жоқ менде, родной. Прикинь. Сол ана киіп жатыр да, түсіндің ба? Сен қарызың бар, нең бар. И сосын Аллахтың қалауымен сол сағатты көрем, складқа барам, мама телефон соғам, мама, анашым қалайсыздар, жақсыздар ма, амансыздар ма деп. Мама айтады, айтуған, помнишь, баяда бір Астанада ноутбук алған еді ғой дейді, Астана баяда бір 2012-де ма, короче, ноутбук алған, ноутбук, обычный ноутбук, 90 мың теңге тұратын ноутбук, компакт деген ноутбук болды, короче. Сол ноутбукты алғанда, короче, үйге апарып қойып қоямын, сарай бар, үйде сарай бар, сарайда салып тастаймын, керек емес, короче, просто сынып қалған ба бірдеме, короче. Складта тұрмын, адам абыр-сабыр, короче, алла, мама, қалайсыздар, анашым 7 мың теңге бар ма, деймін, короче. Балам дейді ғой, прикинь, балам дейді, сенесің бе, айтпар ғой, үйде теңге жоқ дейді, көрінесіз бе, сенің бұрынғы ноутбугың бар дейді, сон бір балаға сатуға 10 мың теңге кетіп батырмын дейді, ағаңның машинасында дейді, ағаң білмейді дейді, прикинь, осы ағаң білмейді қазір деп әбілсі айқалайды дейді, прикинь. Ойлашы, ойлықс болып отыр, прикинь, анам 63 деді, өте ауыр әңгіме кетіп отыр да, жерде. Осы телефонды қоямын да, короче, осылай. Но бір қарайсың, айналаңда бәрі андай машиналар бар, бәрі қимырлап жатыр, бірдемеге жетіп жатыр да, а неге мен, короче, мен қай жерім кейім, сондай нәрсе түсіндің ба? Не болып жатыр, мен бір нәрсе дұрыстау керек, менің өзімнен ошибка кетіп жатыр, ешкімнен емес, бар ғой. Беретін адамды беріп болды, родной, мен сені теңге сұрай беремін, күнде сен айтасың, брат, мен беріп тастадым саған бәрін, бар ғой. Бүйтіп саған анаң айтып тұрды, мен балам ноутбукты сатуға кетіп баттым, о чем идет речь ғой менде, түсіндің ба? Болды уже. И дос балдарының бәрі де. Ол қай жылы сонда? Қай жылы? 9 ай бұрын, родной. Осы 9 ай бұрын, родной. Мен ойлап отырмын, сен 16-дасың. Примерно, осы компакт дейтін ноутбук 16-17 жаста ойлап отырмын ғой? Жоқ, ол сарай тұрған ноутбук қой. Мен 16-17 жасым, альхамдулилля, жақсы жұмыс жасап, енді бір кезеңдер болады ғой. Ауытып қойып тұратын кезеңдер болады. Альхамдулилля, тойдың бәрін жасап, нормально өмір үй салып тастап. 9 ай бұрын. Осы 9 ай бұрын, родной. Аллах көріп тұр, родной, аспанда ержа. Қараш. Сонда біз көріп жүрген, мысалы, телефоннан, ютубтан көріп жүрген айтуға, немесе басқа да сен достарың, тағы да көп қой. Бір нәрсе айтсам, вообще бум болып қалады шығар. Қазір енді айналамда жүрген дос балдарымның, альхамдулилля, біз білеміз ғой қандай екенін, сен осы ба? Біз солай жеткізуіміз керек. Әдемі жүресіңдер де, просто бәрі ойлайды, айтуғанда бәрі шикарно, айтуғанда бәрі идеально. Қымбат ресторандар болады. Олар всегда машинамен жүреді, всегда ішінде идеально. Есентай молда жүреді, біреумен не істейді, барлығы сөйтіп ойлайды. Бірақ негізі 9 ай бұрын. Не болып жатқанын білмейсіз. Ішкі кухняны негізі көп ешкім білмейді. Мысалы, көп блогерлер, астында хейт көп, не көп, бәрі айтады. Сендер үйтесіңдер, адамдарды алдайсыңдар, бүйтесіңдер, сөйтесіңдер деген сияқты айтады. Бірақ та шынымен я в шоке бар ғой. Сөйтемде жаңа келді Бекет дегенім. Соған телефон соғып, Бекет андайды уже адамдардан қарасы сұрап, уже новый адамдар іздеп кетіп отырық та, түсіндің ба? Астағфирулла, ең қандай жаман, ең жаман. Прикинь, как будто бір пайдаң үшін араласатын сияқты боласың. Ішің сені сезіп батырады, и сен скоро сен балаң дүниеге келеді, и сен ана жақта уже не тойың істелмеген, не бардак болып отырады, түсіндің ба? Енді білесің, деп
сәл шыдай тұрайыншы ары білмеймін не болатыны бірақ бірдеңе болады деп бекетке соғып бекет ассалаумағалейкум дедім ренжімешіп ешкім теңге рахмет еш арнайы Дима короче жасап болды одан кейін ешкім бермейді маған жоқ адам сұрайтын жоқ ноль мен саған еркек шетен бар жоқ вообще бермейді ешкім маған бар болды бекет по-братски 4-5 сағатта берем 7 теңге бере тұршы деймін короче емес па Каспий айт дейді ғой братан Каспий айтшы дейді короче болды қазір Каспийде біреуді тауып Каспий шешіп Каспий ареста Каспий шешемін де короче пук деймін 1 сағат аламын да короче 2 автобусқа мінемін үйге басам үйге кіріп келем асыр намазының уақыты кірейін деп жатыр үйге кірем көзің елестет пустой 2 комната кірдің кухня пустой тым жоқ тамақ жоқ холодильник тұр просто 2 жақта жерде бір кілем болды енді заттар жатыр кілем көрпелер жатыр болды пустой әйелім андай тоже адам ақша жоқ болатын болса эмоциясы жоқ болады аллахтың қалауымен түсіндің ба негізі жүрек жоқ ақша ол басқа негізі ақшаны жүрекке кіргізіп алмау керек просто ақша керек жарағыңа ол керек жараққа просто андай болып тұрады түсіндің ба андай емес па бір эмоцияң жоғалып бүйтіп андай бір құттай бір сам бір қазір мен бір 50 000 теңге зарплата беретін болса о деп бір қуанып қаласың альхамдулилля это же нормально же андай мұсылман адам бай болу керек қой негізі түсіндің ба сондай бір вайп көрдім андай сухость көрдім үйден серия болып тұрады сонда үйден шығамын серия болып тұр субханалла не болып кетті деп үйге кіремін де аузым мындай нәрсе шығады ғой круглый стол бүйтіп сағатты қоямын да бір штук сағат қоямын да балконға қарап бүйтіп терезені ашамын да терезеге қарап демалып тұрсам әйелім артымнан кіреді де жан мынаны зат дейді короче мынаны зат дейді мына не зат дейді да короче маған бұл не дейді короче менсінбей тұр 15% менсінбей тұр сағатта не нәрсе деп тұр ғой маған түсініп берсін ол менің темамды білмейді да миымда не тұрғанын ашуланып 7 000-ға осы сағат сатып алып келдім не зат дейді да короче емес па ол не зат дейді да маған сағатты ұстап тұр не зат дейді да типа что такое деген сияқты это сағат андай миыма кіреді ответка ғой короче не көресің иншалла осы сағат мен саған машина алып беремін үйіңді алып беремін деймін короче емес па дейді де иә деп андай жоқ қой андай шіріп кету жоқ та андай не қуып кеттің бірдеңе деп тамақ алмайсың жоқ та не альхамдулилля жақсы деп емес па өзі намаз оқымайды ол кезде намаз оқымайды ол да жақсы деп андай қолдап жүрді короче уже болды бір қолдау кетті бір плюс там аллах тағала давай маған идея берші аллах тағала пожалуйста идея бере салшы идея керек маған аллах тағала бар ғой берші деймін де короче аср намазда тұрамын рукухта тұрамын осылай тұрған кезде осылай рухқа келемін ғой есіңде молға барасың короче и любой адамнан сұрайсың бұл сағаттың бағасы қанша теңге тұрады деп ойлайсың деген нәрсе келеді ғой прикинь потому что ана атыраудың баласын көрдің бе киіп тұрған и мен өзім таңғалып қалдым менің сағатым ба натурально богатый көрінеді ғой прикинь деп түсіндің ба и оның алдында тиктоктан бір көрдім сондай нәрсені көрдім да примерно ұқсас нәрсені и соған келеді сұра дейді ғой короче айтуға бар да қазір сұра сол жақтан деген идея келеді ғой прикинь аллахтың прикинь намаз оқып қалдым да сәлем бердім да сағатымды алдым да автобусқа теңге жоқ қайтадан родной жоқ уже қайтадан түсінсің ба қайтадан екі автобусқа мінемін де есімде ұшып барамын ана асхат абу мұхаммадтың балдарын білемін ғой родной ассалаумағалейкум мағрибқа дейін бір видео түсіріп қойшы деймін ғой короче екі бала түседі андай просто осылай ғой телефон түсіріп тұр просто осылай диктофон қоса қоймын өзіме 11 ұстаймын бүйтіп ұстап тұр короче и кетіп бардым аллахтың алдына абила мерей шат алдым білесіз ба прям жабық нормально кейін бірақ шашып бүйтіп тұр ашты да жабық киініп алған мерей привет қалайсың біледі ғой мына сағат қанша тұрады төлейсің деп короче анау кетеді короче мен ұмытып қалдым қанша екенін өтірік айтпай қойдым мерей бұл сағатты сен қанша теңгеге бағалар едің или долларға реклама ма да не реклама емес өзім короче бұл сағат су кірмейді Rolex иә оригинал ма примерно түріне қарап ұстап көрсең де болады қаншаға бағалар едің примерно айтсаң болады енді примерно 200 мың 150 мың 200 мың 150 мың теңге да все рахмет бізбен бірге болған мерей что дедім ғой короче мына видео қазір просмотр жинайды примерно деп тұрмын ғой дедім де рахмет алла разы болсын деймін де короче рахмет мерей деп кетемін кетіп бара жатсам кім тұр сампо тұр екен вообще екеуі бір аралы 30 метрда сампо тұр сампоға қалайсың деп ол танымайды мені білмеймін достар алдарыңызда сампо менің қолымдағы Rolex сағатын сен қанша теңгеге бағалар едің 150 мың болады ма ішіне су кірмейді 3 жыл батарейка салсаң 3 жыл батарейкасына гарантия бар былай бета тұр айналады фосфор түнде қарасаң жанады бізде магнумда 300 мың толтыр налар магнумда сағат сатып отыр ма да біз осында
Магнумда сағат сатып отыр ма? Құшақта мен қанша теңге тұрады? Прикол қалады. Екі монтаж деймін салам, уведомление өшіп тұр мене Инстаграмда, өшіп тұр, уведомление WhatsAppта өшіп тұр ол кезде. Білмеймін не үшін екенін, келмейді смс. Просто сосын алдымда бекетке соғам, бекет қайдасың? Арбаттамын дейді да. Келесі братан Арбатқа дейді, короче. Арбатқа барам, автобустан түсем, тағы да ақша жоқ, лақтырып кеттім автобусты уже. Опытный дейсің ғой, түсіп қаласың, бірақ жазып аласың андай. Потому что андай жолдың ақысын жесең, ана жерде ауыр андай тема, бөлек тема, короче. Түсем, сөйтсем не, короче. Арбаттан жолдан өтем де, жібек жолы метро емес па? Метроға жақын жүрсің не болса да бар ғой. Метро тұр, метроға қасы өтем, мороженое сататын түрік кісі ана жердегі. Сол бұрышына кірем де осы тұрам. Бекетке соңын іште, бекет телефонды аламын да, Инстаграм кірсем, тур запрос тұр ғой. Сағат қанша деп, прикинь. Қуанып кеттім. Мә, альхамдулилля. Төрт адам болатын болса бар қазір, мен дейтін нетем дедім. Екеуін сатам. Лицо бар ғой. Екеуін железный ничего сатам, 30 мың теңге примерно істеп аламын деп тұрмын ғой, примерно. Әйелімді қуантамын деп тұрмын қазір, түсінсің ба? Дедім не, короче. WhatsApp-қа бекетке соғайыншы, бекет қайт екен, WhatsApp-ды кір. Сән өтелетпей қойғандардай. 240-250 ма SMS ғой. WhatsApp-та. 30-35 минутта 140 мың теңге істедім мен. 30-35 минутта 140 мың теңге істедім. Уже мен бір қарасаң неге іште отырмын. Ана бар ғой, турецкий бір ресторан бар ғой, суп ішіп отырмын ана түсіндің ба? Түсіндің ба? Кеше ғана роллдың или бір жеп отыр, макарон жеп отыр. Түсіндің ба? Суп ішіп отқан соң, түсіндің ба? Куриный суп ішіп отыр мен. Келесі күні үйдің ақшасын төлеп тастадық, и пошло-поехало Аллахтың қалауымен. Түсіндің ба? Бұның бәрі не үшін ойлайсың білесің ба? 3 күн бұрын Геннадий Головкиннің бойы болар алдында 100 мың теңгеге раз-два дейсінде Головкин алға дейсінде қазақстандық Головкинді қолдайық деп 11 реклама келіп тұрды, короче, емес болған. Соны алмай алдым. Прикинь, имамға соғам. ЖКСтың не сияқты дәл сондай, прикинь. Мен ойлайынша қайталап отырмын, мысалы, оллахи дәл солай болды, прикинь. Имамға соғам, брат. Тұрсын Рахат деген бар, ана білет қазір айтсам бұл заттарын. Брат, короче, келіп тұр. Теңге жоқ менде. Мен айтпаймын 11 просто раз-два деймін де, короче. Қазақстанда жанкүйерлер қуана деймін ғой, болды ғой деймін. Жоқ, Аллах тағала саған берейін деп тұр, халал түрде дейді, короче. Оны сеғылып бере ма, саған оны екі сеғылып бере ма, оны Аллах бәлем дейді, короче, емес па? Бетім қашан береді ғой? 2 күннен кейін ақша төлем керек қой, түсіндің ба? 3 күннен кейін үйдің ақшасын төлем керек, 20 теңге. Как раз ақшаны 20 тауып аламыз ғой, бірдеме қылып енді бірдеме қыласың ғой, по-любому ше. Аллах тағала берді, көрдің ба? Қара, сөйтті, берді. 2 айдан кейін әке-шешеммен Меккеге жүрдім. Бүкіл әулет кетіп қалды Меккеге. Короче, көптеген нәрселер жасадық. Әйеліме Луи Виттоннан миллион, сол кезде сабыр қылған үшін, қасымда бірген үшін Луи Виттоннан миллион бірдемеге там қолдарына алтын береміз, неше түрлі нәрселерін беріп. Альхамдулилля, қазір бар жақындарымыз барын қуантып, кіммен жақын араласамыз, барлығын бәрін жер қуантып отырмыз. Аллахтың разылығы үшін барлығы, түсінесіз ма? Мен бұл ақшаны бәрін өзіммен бірге көре алып кетпеймін. Көріп жүр қой неде, Инстаграмда, неде, ТикТокта. Пішема блогерға тегін берді ғой. Ол негізі реклама ғой. Жоқ, маркетинг екенін түсіндім ғой, оны түсіндім. Просто сонда да бірақ та не болса да қалтадан шығын ғой, по-любому. Ол енді қарашы, маркетингге шығын бірақ ол. Маркетингге шығын, и андай жақсы нәрсе де ол бір жағынан, білесіз ба? Ол керемет нәрсе. Қаншама адам арасында жүреді ана жігіт бірақ та. Айтайын деген нәрсем, курсты не үшін саттым бар ғой мен? Мен қатты асып жатқан білімім жоқ негізі. Просто қазақтың жігіттері істеп қалсын деген ниет болды. Менің мына ниетімнің түбінде бар ғой, мен саған уаллахи етейін бар ғой. Түсіндің ба? Мен көріп отыр, уаллахи айтып тұрмын, спрос болады етем, мен өтір айтқан болса бар, мен қазақтың жігіттері орай керек адамдар істеп қалсыншы деген ниет болды менде. Басқа бір ниет болған жоқ. Түсіндің ба? А неге тегін емес деп айтады ғой, білесің ба? Комментарий неғып ақылшы болсаң неғып тегін бермейсің дейді ғой. Тегін беретін болсаң, родной, ешкім алмайды сенен. 45 мың теңге курс сатып мен 2 миллион почти адамдар халық маған қарыз. 45 мың теңге курс алады, 90 мың теңгеге сағат менен қарыз қалады. Мен беретін боламын каждый день. Блокнот бар менде үйде, қарыз дәптері бар. И мен oradan сұрамаймын. Неге білесің ба? Не айтасың родной, түсінесің ба? Сағат сұрайды қарызға. Бірге бересің, екіншісіне бересің, үшіншісіне бересің. Оказывается, ол бермеу керек екен. Вообще қарызға. Короче, керек емес екен. Қарызға бердім ба уже. Мен енді қайтып келмейді деген списокқа жазып. Соған негізі. Бір күнде ұяты бар жігіттер келіп беріп кетіп жатыр әйтеуір. Жоқ, ол несі хайыр болса береді, по-любому өзің керек болады. Сол айтатын нәрсем, рекламаға андай бір харам нәрсеге жоламаңыздар. Аллах тағала сынап қояды екен бізді. Немесе осы нәрсені халалынан берейін ба, немесе харамнан берейін ба деп. Сіз харамнан бас тартатын болсаңыз, иншалла,
халалына жолға салып бұйырса. әдемі болып мына четко болып Өзіңе ұнады ма? өте қатты ұнап Көп жерде айтылмайтын нәрсе просто андай. мынау дейтін тиктокта қатты ренжіп тұр ғой дейтін астына бүйтіп фоновый музыка тығып жібересің. Істер адам істе, қолынан келген барлығын істе. Сол менде сол негізі осыдан 1 ай бұрын осы жақында неден келдім, Индиядан келдім. Индиядан келдім. Мен ондай шетел аралайтын жігіттер вообще адамдар бар ғой, жігіттер. Алғашқы нем. Кайф негізі бар ғой. Бөлек па негізі? Алғашқы Шыққанның өзі кайф бар ма? өте кайф болды. Бірақ мен қалай кеттім Қазақстаннан? Қазақстаннан өліп кеттім. Қалай? Өліп аттым мен. Осыдан бір ай бұрын мен почти өшіп қалдым. Полностью январь мен марттың, сол кетем марттың 16-сы, 17-сі кетіп қалдым. Сол аралықта мен полностью өліп қалдым, өшіп қалдым. Қатты өшіп қалдым. Әрбір нәрсе негатив қабылдап. Негатив, бәріне ұрса беріп, жұмыста босқа жүрген бола, бәріне ұрсып тастаймын, айғайлап тастаймын. Шетеп қалдым, короче. Боқтап тастаймын. Соның кесірінен мен жеке дара не болып қалдым, изгой болып қалдым. Бәрі өздерім жұмыстар істеп, мен бірақ изгой болып жұмыс істесем де изгой андай негативпен айналамдағы таксистермен ұрсам, көшедегі адаммен қылсам, автобуста қылып қалам, подъездге кіріп жатқан кезде біреумен қылып қалам. Бәрімен ұрсып жатырмын. Это очень страшно, да? Мама звондайды да, мамамен мен негізі 1 сағат кәдімгідей как боларын сөйлесем. Алдыңызға адамнан ұзақ сөйлесеміз. Мамамен связь мықты. Бірақ сол аралықта мама мені байқады өзі. Балам қалайсың? Не істеп жатсың? Дауысыңды естіп қояйын деп едім. Бүгін что-то настроение жоқ сияқты. Все хорошо, давай дейді, телефон қойсын. Мама да сезді. Мама да особо не болды балам, бәрі дұрыс па деген сияқты. Особо мені біледі мама. Мен когда онша емеспін, особо мені мазаламайды. Потом нормально болады. Өзі айтады деген маманың бір принципі бар. Сол сияқты, все, настроение жоқ сияқты, хорошо, ертең хабарласамыз дейді, мама қойып тастайды. Не болды, мазаламайды. Сөйтіп кәдімгідей қатты өліп қалдым. Сосын жагем ағам осылай айтты, сен 1 апта демалса деді. Мен тұрдым да, жарайды, хорошо. Астанаға кеттім деймін ғой, маған бетіме айтты, сен қуасың ба, қай жақта Астана? Кетсем басқа жаққа кетші деді. Мен қалтамда ақша жоқ, короче. Ақша жоқ, қайда барарын білмеймін. Білмеймін. Ең арзан негізі Гоаға барса дейді. Хорошо дедім, сосын алдында отырып алдым. Қалтамда тек қана бір 100 мыңға жетпейтін ақша бар. Ол кісіге айтпаймын, ақша жоқ деген сияқты. Сосын тұрдым да, енді Алладан тіледім, Алла если хайырлы етсең, осы мені путешествиеге жібер, хайырлысы етсең, осы Қазақстанда қалайын деген сияқты. Алладан тіледім де, 2-3 күн ақша іздедім, жайлмен. Андай етіп алғым келген жоқ та, біреуден 10 мың, біреуден 20 мың, біреуден 30 мың алғым келген жоқ. Бір братанға бардым да айттым, братан, осылай маған ақша керек болып тұрады. Не істейсің деді, керек болып тұр братан дедім, короче. Керек маған. Саған натуре керек болып тұр, действительно, потому что шығып кету керек болды, саған не автомат же. Братан, керек. Обновление болу керек болды. Халықбанк бар ма дейді, мен айттым, братан, жоқ, Каспийға лақ жүресің. Все, Каспийға лақ жүремін деді. Қыс жүре ме Халықбанк болмай, Халықбанк іздеп болды. Негізі іздейтін едім, если тек қана Халықбанк десе, Халықбанк мыңмен тауасың ондай кезде. Сөйтіп айттым, возможность болса Каспийға болса вообще кайф болады еді. Короче, Каспийға лақтырды. Негізі мен турагентствомен ақша жоқ кезде келісіп қалам, кешке жіберем. 217 мың теңге шықты, ақша жіберем. Маған бронировать ете беріңіздер, виза алып қоя беріңіз дедім де. Бәрін келісіп қойдым, қалтамдағы 100 мың теңгені валютаға аударып тастадым уже. Кетіп жатсың уже. Қалтамда билетке ақша әлі жоқ. Бірақ уверен тұрсың да, бірден болайын тұрдың. Баратым уверен тұрмын да. Болды, мен кететін болып шешілдім, мына жақта бәрін ескерттім. Алдында мама кететін күні естіді. Мен ұшатын күні мама айтады, мама кетіп бардым, мен қай кетпесін. Мама да басында прикол ұстап тұр деп сенген жоқ күндіз айтқан кезде. Потом кешке сөйлескен кезде, жолым болсын деп ақпатасын беріп жіберді. Брачкаға тоже ол да қай кетпесін дейді, Индияға. Базар кетіп қалған кезде дейді. Жұмыстағыларға да сол кететін кезде давайласып қайтып болса, Индия магазин кетіп жатқан сияқты болды ма деді. Дубай десе, Дубай ма деп серьезно алған, Индия десе, в смысле Индия? Не үшін Индия деген сияқты. Сөйтіп 1-2 күннің ішінде жоқпын ғой, короче, кеттім, ана жаққа бардым. Полностью өзіңді бөлейін да, шетелге кіріп бардың ғой да, ашылып кетесің ба? Қатты ашыласың, ана жақта қатты ашыласың да? Жұмыс, стресс, полностью сағат қанша, кіммен кездесесің. Эмоцияларды бере аласың да камерада, бүйтіп. Мен да тоға, мен андай өзім андай челлендж жасасам, бір боқтамаймын дейтін челлендж. Ана жаққа барамын да боқтап жүріп, ё-моё деп. Ана жақта ашыласың, қатты ашыласың.
не ғой, Қазақстанда ментқа ұсталмаған бала Индияда ұсталып қалдың ба? Индияда ментқа ұсталып қалдым. Немен, короче, ана жақта мопед арендаға алуға болады, бірақ ол үшін международный права керек. Казахстанский право не работает. Еще менде даже казахстанский права да жоқ. И маған ескерткен осы қалашық аудан, короче, аудандар болады, ана райондар. Осы районда айдатсаң, саған ешкім ештеңе демейді деген. Бірақ мен қатты риск өтетім, маған қызық қой, ана жақты көру керек, басқа ана ненің орталарда өзен сияқты бір нәрселер бар, соның арғы беттерін көру маған қызық қой. Давай рисковать еттім де, бір күнімді мотоцикл айдауға арнадым да. И потихоньку бисмилля деп кеттім. Келатқан кезде особо мән бермеппін ғой. Негізі шығарымда бисмилля деп бастадым, ана жаққа шейін ешқандай минут соққан жоқ. Бері қарай кеткен кезде ұмытып кеткен ғой, музыка маңырап жүрген кезде еще жолдан шатасып кеткенмін. Сөйтіп бір кезде сезін ғой примерно да, бір кезде сезін келіп тоқтатады менде. Енді амал жоқ, тоқтау керек, ана жақта түрмеге түсіп қалған жалаң жоқ. Тоқтадым. Келет осы бір мәрет ендеше төлеп отырмын, түк түсініп жатқан жоқпын. Мен келді қазақский не қосылады ғой андай кішкене. Мұрат келсек деген сияқты. Сөйтіп енді менде басқа амал жоқ. Тіл білесің бе осы жақта примерно? Түк тіл білмеймін. Не ағылшынша білмеймін, не документтеп тұрсаң, примерно не көрсету керекін біліп тұрсың примерно. Не көрсету керекенін түсініп тұрмын, не сұрап тұрғанын түсініп тұрмын, қанша ақша сұрап тұрғанын түсініп тұрмын. Сөйтіп мен тұрамын да айтам, орысша сөйлеп жатырмын ғой. Сол кезде офлайн переводчигім істемей қалады ғой вообще. Переводчик істемейді, не істемейді, түк жоқ, короче. Паспорт дейді. Паспорт бергеннен удостоверение беріп жүрдім. Удостоверение кетсе кете берсін, хотя деген сияқты. Удостоверение беріп жүрдім. Но паспорт бөледі, короче. Сөйлеп жатыр. Мен жеткізе алмай жестпен сөйлеп жатырмын чисто. Жестпен сөйлесіп жатырмын. Сосын бір кезде бір шығып жатыр. Сосын айттым, братан, келсек деген сияқты бір нәрсе қылып түсіндірдім. Братан, келсек деп. И олар негізі маған андай предлагать еткен, если правам болмаса 5000 өзіңе төлейсің, 5000 рупий. Ол 30 000 теңге. 30 000 теңге мопедке төлейсің, сөйтіп кете бересің. 60 000 теңге өшекті ұстап кетесің деді. Негізі заң бойынша. Заң бойынша. Иә. Айттым, братан, давай басқаша келсек, менде басқа. Мен қалтамда тек қана ол кезде рупиймен қанша рупийсіңде? 40 000 теңге жатыр мен қалтамда. 6 000 рупий примерно. 5500 рупий ғой примерно. Примерно сондай жатыр. Мен айтам, братан, келсектен ортыртта енді калькулятормен сөйлесіп бастадық. 5000 деп көрсетті, осыны тастады кетіп қал дейді. Мен айтам, братан, ондай ақша жоқ менде. 5000 теңге сақ берейін, брат. Иә, сондай. Ондай жоқ дедім. 1000 дедім бірінші. 1000-ға келіскен жоқ. 2000 дедім, 2000 рупиймен сөйлесетін ғой мен. Теңгемен айтайыншы. 5000 дедім, 5000 теңге дедім, келіскен жоқ. 10 000 теңге дедім, келіскен жоқ. Взятка сояқта бар болып тұр, значит, любой жақты. Взятка страшно. Да? Взятка там очень страшно. Очень это страшно. Да, как бы патология не жақта. Не наркотик өте жақсы дамыған. Сөйтіп 3000-ға келістік бір кезде. Сумкамнан 3000 рупий санап аттым да, 1000-ды арт қалтама салдым да, 2000 рупий ұстадым да. Короче, братан, 2000 рупий бар менде. Алсаң осыны алып қал деген сияқты, типа. Алсаң осыны алып қал деген сияқты келіс. Анау бір бәле артында бастықтар сияқты бірнәрсе келісті. Давай деді, қолына бердім де, артқа бұрылған жоқпын содан. Мопедтің önінде бастым. Енді содан кейін мопедпен жүруге желание болмай қалды. Әлі мопедтің тапсыруына әлі 3 күн бар. Мен әлі сол парайон жүрдім де, мопед тастадым содан кейін. Сөйтіп сондай қызық болған негізі. Жоқ, зато анау аман есен, аман есен, Аллаға шүкір әйтеуір. Тірі келгеніме қуандым бір кезде. Сол кезде. Бірақ енді негізі адам амал табам десе бар ғой, любой жерден табады. Менде ақша бітті ғой енді. Эмоциямен шайтып тастағам ақшаны. Не істеп тастағам, құртып тастағам, анда-мында құртып тастағам. И потом енді турға бару керек. Турдың құны 4000 рупий. Қыдыру, бір жаққа турға барып қайту 4000 рупий, ол 24-25 теңге ақша. Мен қалтамда ол кезде 3000 рупий ма? 3000 рупий қалған тек қана. Мен әлі 2 жерге барғым келіп тұр, біреуіне ақша жетпей тұр әлі менде. Тұрамын да, ана жақта гидтар орыстар ғой. Гидтар орыстар. Короче, айттым, братан, осылай орысша сөйлесім ғой. Братан, осылай
карточкамен лақтырып жіберуге ма? Я вот Apple Pay, Google Pay, потом Сбербанкпен лақтырсам болады деді. Google Pay да Apple Pay да жұмыс істемей қалады. Ну, яғни тіркелмеген, оны тіркеу үшін Қазақстан бірін істеу керек, короче. Тек менде Сбербанк дейтін вариант бар. Каспий Голд аяқта істесе екен деп тілеп отырмын. Істейді Каспий Голд, но Сбербанкқа жіберілмейді. Каспий Голдында 20 мың теңге бар. Қазақстандағы біреуге звонимын, короче, братан, маған 5 мың теңге жіберші деймін. Ол 5 мың теңгені ақша жібереді. Енді Сбербанк бар, ақша карточкасы бар адам табу керек қой. Мен ертең турға шығуым керек. Бүгін келісіп жатырмын. Азанда таңғы 5-те шығып кетемін, мен сағат кешкі 8-7-лердің шамаларында келісіп жатырмын. 5 мың теңге табамын, 5 мың лақтырып 25 мың болады. Енді Сбербанк бар адам табу керек қой. Москвада оқыған класстасымды іздедім. Дато хабарласпай кеткен адамдар іздеп жатырмын ғой. Дым хабар вообще осыған шейін хабарласқан жоқпын. Ана танысын ішінде Сбербанк біреуді таптым. Айттым, братан, осылай маған жүру керек, мына нөмірге жіберші дедім де, ол тұрады да курс валютасы басқаша екен ғой. Ана жаққа түскенге басқаша. Ана жаққа түскенге басқаша. Білмеймін, 2000 теңге жоқ қой деді. Короче, 26.350 ма? Короче, жетеді мен Каспий Голдында ақша. Ана жіберіп, ортада ақша бүйтіп айналып жатыр. Ақыр соңы баратын болдым. Ол бірінші турым. Екінші турға баратын кезде тағы ақша керек. Менде андай нәрсе болды. Ешкімнен қарыз сұрама вообще. Алдың ба, сол күні беріп та дейтін ішімде не тұр. Нағыз біреуге жалынбасаң. Үйретейін басаң қалай деп. Андай біреудің нағыз емесең, Каспий банктан алсашы. Зато ешкімнің алдында ар-намысың түспейді. Каспий банктен алдым, өздеріне қайтарып бердім просто. Ешкім алдында жалынышты болғым келмейді просто. Каспий банктан. Роман, сен самооценканы түсіріп екен ба? Болдың сол ситуациямен болды ма? Это очень гнилой адам сияқты боласың бар. Сөйтіп өзімде сондай принцип болып, ешкімнен ақша сұрамайсың. Нағыз енді қатты не болып жатса, Алладан сұра. Не істеп, Алла береді, короче, амалын тауып береді. Сөйтіп врачка береді ғой. Врачка 25 мың теңге ақша жібереді. Айтамын, Қазақстанға алсын беремін дедім. 25 мың ақша жібереді, турды сатып аламын. Сөйтіп 2 турға Қазақстаннан через ақша жіберіледі ғой. Сөйтіп барып келгенмін. Негізі, но мен айтқым келетін негізі Индияға баруым, соның ішіндегі амалдарым, нелерім бәрі хайырлы болды. Походу делаешь хайыр ма бәрі? Да, походу делаешь хайыр. Менде негізі ақша болған жоқ, вообще ақша болған жоқ. Тек қана сол қыдыратын ақшам болды. Оның қыдыратын ақшасын өзін шайып тастадым просто. Атак былай негізі красавчик. Қазір ойлашы, сен например бармадың жерден ол жақсы жүріп әлі өшіп өтетін. Вообще қатты түсінетін едім. Это сен қазір мен жаңа келіп сен сұрадың ма? Аппарат өздеріңдікі ма деп, сол кезде мен таңғалдым. Өзіңдікі болмаса да, сен істеп қосып жатқанның барлығы осы нәрсенің бәрін дұрыс істеп жатқанын сен өзің жақсы көресің, жұмысың деші. Ол Аллах тағала береді, родной. Иншалла, сол нәрсені қатты болғаным. Береді, родной, салауат айту керек. Негізі көп нәрсенің барлығы хайырлы болуы да, хайырсыз болуы да бір Алланың қалауы негізі. Если Алла саған хайырлы қылатын болса, любой дүниеңді береді сенің. Сен даже біреулер айтады ғой, машина алшы десем, мен әлі оған жағдайым жетпейді ғой. Алладан сұрашы бар ғой. Алла дейтін андай шексіз ғой, просто саған берем десе, ана почкадан берем деген сияқты ғой. Любой саған біреуге саған подарить етіп көруі мүмкін. Біреудің септігінен беруі мүмкін. Орнынан тұр деген нәрсе ғой. Просто орнынан тұрып, бір-екі нәрсе істеп көріңіздер, иншалла. Болды, басқа нәрсе жоқ, родной. Мен де сен сияқты адаммын, сен де мен сияқты адамсың. Болды. Кеше мен Дарханмен Нұрдәулеттің жаңағы спорының барлығын көріп отырмын, жаңып кеттім қатты. Үйде отыра алмадым, мен жаңып кеттім, түсіндің бе? 98-ші жылғы балалар былай қарапсаң. Менен біраз кіші да, еще емес пе? Мен қай жерім екенмін, субханалла. Түсіндің ба? Неғып мен 300 миллион үйінде тұрмай тұрмын. Это ол шүкіршілік еткен емес, родной. Ол просто мотивация ғой. Неге ол қалай сонда деп. Маған сен жұмыс істеу керек. Түсіндің бе? Содан кейін манағы әңгіме ғой, 30 күн бойы не істеймін? Контент түсіремін. Ахват жинаймын, ахваттың барлығы, иншалла сол ертең барлығы кететін болып тұрсын ба? Қадырбаев әкесіне көлік сыйлады ғой, ең бірінші көлігі. Түрік сотқа бірінші берді ғой. Жоқ, соңғы емес, ең бірінші көлік жетістік берген жоқ па? Жетістік потом барлығы круз. Жетістік беріп жатқан кезде мен мамаға шығамын да залдан. Аспалина шығамын. Мама қараңызшы, Қадырбаевтың бала деп беріп жатыр, әкесіне блогер деп жатсам. Осы жатады да, мама ұрып жатыр. Телевизор қойады да. Театр мен көріскен жоқпын. Енді сенің одан қай жерің келдің дейді, прикинь. Мен Қадырбаевтың өзіне айтқам осыны ойлайсыз ба? Қадырбаев бізді шақырды бір неге. Сол өзіне айтқам, прикинь, мен блогер болып кеттім себепкер сіз ғой деймін. Ол қалай болды деп, міне айтып беремін, прикинь. Мама айтады маған,
сен сол балада қай жерің кем дейді, прикинь. Дәл осы телефон алдым, кейін бұрып кетемін спальняға. Сразу тек сол жерден идея қосып, бірдеңе істеу керек бар ғой. Мамам айтып тұр маған, қай жерің кем деп, прикинь. Саған пока айтпайыншы, сен басыңа жетпейді екен, прикинь. Сен әркімнің басына бір іс түспейінше, оны түсінбейді ғой, по-любому. Сен айтсаң команда тісім ауырып тұр деп, мен айтамын, родной жазылып кет деймін ғой. Басқа не деймін? Түсіндің ба? Сол адам басына түспейінше сен уже істейсің. Сен мамаң айтып бар да, сен қай жерің кем деп. Мені осы айтып тұрмын ғой, мені де осы бағытқа өзгерткен ең бірінші Алла ғой, енді оған ешкім күмән жоқ қой. Бірақ маған да көмектескен Қадырбаев осы. Неге деп айтайын? Ол кісімен таныстырған бір жан бар, атын айтпай ақ қояйын. Бір жан деп тұр ғой. Бір жан. Бір адам деп айта салсыз, ол болса бір жан бар. Ол кісімен араласпаймыз қазір. Бірақ сол кісіге мың алғыс негізі. Сол кісі негізі сол адаммен Инстаграм, ол кезде Инстаграм жүргізеді, сол адаммен таныстырды. Шектеу, бұл әлемде шектеу жоқ, шектеу тек біздің миымызда. Адамның істей алған адам да істей алады. Кең болсаң, кең болмайсың деген осы үш сөзі мені негізі орнынан тұрғызған нәрсе. Сол карантин кезінде мен ешкім ол кезде мобилайфен әлі оққан жоқ. Ол кезде примерно алғашқы 10-дықтың ішінде олармын деп ойлаймын примерно сол кезде. Себебі қазір қарасам, сол видеоларды түсірген кезіндегі өлік видео. Малский қазіргі бір любой бір мамашкалар түсіріп алатын видео. Сондай видео, короче. Инчатқа салып па? Инчат емес, видео. Сондай примерно. Сондай видео. И соны Инстаграмға салған кезде, сол кезде бәрі вау деген. Самооценка қандай отыр дейсіз? Самооценка бешеный. И бағанағы жан мені қатты қолдады сол кезде. Давай, тапи деген сияқты. Сол кезде қатты қолдап жүрді. И сол нәрсе жандырып жүрді. И мен енді мама блокпосттар ашылды сол кезде. Мама айтам, мама мен Алматыға кетуім керек деп айтам ғой. Не қайда жатсың? Ана жаққа жұмыс істеймін, білмеймін бірақ не істейтінімді. Бірақ Алматыға кету керекпін дедім. Мама да ақпатасын беріп әйтеуір не істесең де ана жаққа хабарлас. Алматыға келген кезде не үй жоқ, ақша жоқ, идея жоқ, план жоқ, дым жоқ, короче. Қайтып келіп кетпей 2 күннен кейін? Жоқ, қайтып еш айтқан жоқ. Алхамдулилlah, красавчик, ондай болмау керек. 2 күн хостелда тұрдық. 5 күн суточный арендада тұрдық. Көтеріп кетсін желі. Желі. Сөйтіп бір дос болған үйінде 1 айдай тұрдық. Выживать етіп жатыр. Чисто выживание жатыр, чисто. Лайтовый әлі әзір келген жоқ. Сөйтіп бір күні жұмыс істеп, 100 мың зарплата 100 мың теңге болатын жұмысқа тұрдым. Одан бастап квартираға көштік. Онда да бірігіп бір нәрсе етіп бірігіп келіп жиналдық, содан басталды. Сөйтіп құралып мынаяқта бір нәрсе оқыдым. Сол кезден басталды бәрі оқу. Айтшы, қазіргі жастарға не айтасың? Айтшы, вообще Алматыға келейін деп жүрген жанымда жүрген жастар бар, білесің ба? Келіп істеу керек негізі, иә? Негізі Алматы келіп істеуге болады, негізі отырып келмей істеуге болады. Дистанционный фриланс жұмыстар өте көп негізі бар ғой. Бір не айтайын ба, қазіргі бір хит болайын деп жатқан, хит болып жатыр негізі өзі. Тильда үйреніп алыңдар, сайт жасайтын бар ғой. Той ешқашан бітпейді ғой. Той ешқашан бітпейді. Қазір заманауи бір-бірімен жарысып жатқан заман. Адамдар қазір сайтпен не жіберіп жатыр. Шақыру билетін жіберіп жатыр. Астына келемін, келмеймін деген нәрсе Excelге түсетін. Потом тойдың мекен-жайы не дейтін бар. Соны бар ғой, 5 мың теңге жасап берші, как минимум просто. Просто ладно, 5 мың теңге или даже 10 мың теңге жасап берші. Анау өлмейді вообще бар ғой. 2 үй, 2 70-калы болады дейші. Да? Бір адамға істемейсің. Қазақстанда бар ғой. Болады, оны істейсі ғой. Қанша той болады? Просто қарапайым просто бір идея мынау. Немесе айтуған курсын сатып алды, просто очки сатшы. Бір адам, мен саған бір очки берсем, мен қалтамда өз очким жатыр қазір. Мына очки қанша тұрады деп ойлайсың? Просто бағасын беріп жіберші. Білмеймін, родной, мен саған айтайын, бағасы 18 мың, 25 мың, примерно 18 мың, 25 мың бағалайын, примерно. Примерно мынандай очки негізі базарда былай сатыла бермейді ғой негізі. Андай неде тығылып тұратындар бар ғой. Барахолкада андай жерлерде. Қайдан сен оны? Қанша тұрады деп ойлайсың біреуіне?
Блин, бұларды қатты айыра алмайсың негізі ше, но бірақ жазып тұр ғой мына жерде. $100 шығар одна. Да? Не жазып тұр, мен өзім көрмедім ғой негізі. Егер сен бұл очкиді маған бармайсыз ба, Есентай молдың ішінде отырып бар ғой, дәл осы жаңағыдай сен қалтаңнан шығарып бермей, чехолды шығарып беретін болсаң, мен саған айтар едім, $1000 тұрады деп бармайсыз ба? Түсіндің бе? Бір адам бұл негізі бар ғой. 4500 тұрады. 4000 теңге түсіріп алдым. Бұл очкиді, осы очкиді мен негізі 25 мыңға ма 30 мыңға көргем. Сол кезде алмай кеткен негізі, неден, сумның ішінен көргем. Та осындай формадағы. Вид беріп тастаған ба просто? Жоқ, качество бұдан сәл мықтылау. Мына себебі байқасаң жаңа сен ұстаған шықылдап кетті, мен сол кезде бір қоятын бір едім негізі. Қатты бір шықылдап жүрді. Не істедім? Сумнан көрдім, қызықтым. Қалтамда бір ақша болды, болмады емес. Просто менде андай да, бұл нәрсе андай зат алып жатқан кезде мен мындай сұрақ қоямын. Бұл нәрсе маған керек па қазір? Қазір мұқтаждығымды жаба ма? Если жабатын болса, пожалуйста, алам. Если мен мұқтаждығымды жаппайтын болса, бұл нәрсе маған керек емес. Әзірге. Значит, это просто эмоция. Эмоция. Дофамин ғой, дофамин. Ана жерде киесің очкиді. О, кайфовый болып тұр, әдемі болып тұр. Не істеймін. Бірақ та бұл сенің мұқтаждығыңды әрі кетсе бір 3 күн жабатын бар, и потом мына бір жерде қалып кетеді. И мен тұрмын да, мен мұқтаждығым әзірге жаппайды, менің қалтамда ақшам бұл қазір не істейтін болса 30 мың теңге кәдімгідей тұңқ етіп орын алып тастайды ғой. Сондықтан мына маған әзір керек емес дедім де кетіп қалдым. Мына қорытындылайық иншалла. Қорытындылағанда жастарға қазір айтатыныңыз не? Вообще мүмкін. Жастарға емес, жастарға болсын, үлкен кісілерге де болсын. Вообще общий айтатын нәрсем солай YouTube қарап жата беріңіздер, пока біз дамып кетейік. Қарай беріңдер әзірге, до конца дейсің де. Қарай беріңіздер, көп уақыттарыңыздың барлығын TikTokқа, Instagramға бөліңіздер. Біз сояқтан сіздерге сағаттарды, бүкіл нәрселерді, керекті заттардың бәрін сататын боламыз. Уақыттарыңыздың бәрін интернетке салып өтіңіздер, сол кезде сіздер бай боласыздар иншалла. Не айтамын басқарыны? Бұл негізі айтуған айтқысы келгені Инстаграмын қарап жата бергенше, хейт жазғанша. Біз қазір қалай сөйлейміз емес пе? Біздің екіміздің вайп, например, қазір біз монтаж жасаймыз, осы көшін кеспеш, монтаж жасаймыз да, екіміздің вайп бар, например, сөйлесіп жатқан. Бірақ кейбір адамдар болады, хейт тауып алады арнайы. Неге сен бүйтіп отырсың деп бар ғой, түсіндің бе? Мен мана айттым ғой, 5 жылдай бір нәрсе дедім ғой, қазір жазып жүреді. Не үшін орысша араласып? 5 жылдай деп. Қазақ бауырлар, қазақ тілді емессіңдер ма деп. Қазақ тілді жанашырларым, бұл менің арнам, сіз қарап отырсыз, пайдалы болса тыңдаңыз, пайдасыз болса мына жерден төмен қаратасың, X-ті бас жересің. Пайдалы нәрсе көп айттық деп ойлаймын, потому что нөлден басталған нәрсе арада. Неге біз бизнесті нөлден бастаймыз? Потому что біз нөлден бастадық, действительно. Түсінесіз ба? Да, айтуған бетек онда. Қазір мына тыңдап отыр, до конца тыңдаған адамдар болатын болса, мен до конца тыңдаған адамдарға подарок сыйлағым келіп отыр. Души. Жазгиатр. Давай очки. Жазгиатр, как очки да, сенен бір. Тема где? 3 очки сатып алсам. Мен өзімнің атымнан 3 очки не істеу керек ол үшін? Общий 6 очки болды. Бетек на комментарийның астына ең бірінші каналға подписан болу керек. Потом, ладно, мен Инстаграм важно емес, но бірақ та YouTube каналға жазылу, қызылды басып қойдым жердегі. Каналға басты, колокольчик қосылсын, комментарийға как минимум 3 сөйлемнен тұратын, осы неден түсінген инсайдын и енді не істейтін мақсатын жазса, и соның ішінен самый 6 лучший тауып аламыз да. Так, оларды қалай анықтаймыз? Оларды жазып болғаннан кейін астына сәл Инстаграм жазып кетсе, жақшаның ішіне, короче, былай, 3 сөйлемнен кем емес, өзіңнің инсайдыңды, и потом не түсейдің, и потом енді не істейсің, осыдан кейін не істейсің, немен айналысасың, мен айтқанды или айтуған айтқанның біреуін істесең, сол туралы жазып кетсең, и жақшаның ішіне кішігірім не істеп кетсең, аталады, Инстаграм жазып кетсең, осы комментарияның ішінен 6 адам таңдап аламыз. 6 адамға, иншалла, Құдай қаласа, осы 6 очки таратып береміз. Так, все, онда қорытындылай кететін болсақ, дамыңыздар, оқыңыздар, бай болыңыздар, бай болам десеңіздер, әрекет жасау керек просто. Бір Алланың қалауымен әрекет жасасақ, любой нәрсе қиындық болады. Сізге рахмет шақырғандарыңызға. Осындай қараңыздар. Өзіміздің қазақтың жігіттерді өзіміз келіп қолдамайтын болсақ, басқа сырттан келіп бізді ешқашан қолдамайды. Сондықтан өзімізге каналға тіркеліп қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, просмотр көп болсын.
жақсы қонақтар көп болсын сізде. Все, рахмет бауырым.